Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айғаным. Бүгін біз өте дәмді, өте әдемі болып шығатын хворст жасаймыз. Ол үшін табағымызға жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне қант, тұз және 9% уксус құямыз. Алма уксусын да құйсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, ұн қоса бастаймыз шетінен. Шетінен қосамыз. Қасықпен араластырып, кейін қолмен араластыра бастаймыз. Өте жұмсақ емес, қатты емес, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Тындырамыз оны. Арасында осылай илеп отырамыз. Басып отырамыз. Иі қануы керек. Одан кейін 2 бөлікке бөлеміз, ыңғайлы болу үшін жаюға. 2 бөлікке бөліп, қайтадан тындыруға қоямыз. Қанған қамыр өте жақсы жайылады. Енді қамырымызды жая бастаймыз. Міне ұн сеуіп, осындай жұқа қылып жаямыз қамырды. Ал енді табамызды газға қойып, май құйып, осындай 2 см болатын ұзынша бөліктерге бөлеміз. Енді вилкаға осылай қыстырып аламыз, жабыстырып аламыз шетін. Сол қызып тұрған майда осылай орап отырып, бір ұшын вилкаға, екінші ұшын сол қолымызға ұстап отырып, осылай орап отырып, видеода көрсетілгендей қуырып аламыз қамырымызды. Қатты қызартпаймыз. Қатты әппақ болып қалмау керек. Бір қалыпты сарғыш күйде болу керек. Майын сорғытып, табағымызға саламыз және қалған қамырлармен де тура осылай пісіреміз. Айта кететін жағдай, қамырымызды бетін майлықпен жауып қою керек, ол кеуіп қалмас үшін. Кеуіп қалса, ол пісірген кезде, қуырған кезде сынып кетуі мүмкін. Сол үшін бетін майлықпен жауып қоямыз жақсылап. Өте әдемі болып пісіп жатыр. Хвостымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Рахмет.